Сәлеметсіздер ме? Есімім Салтанат. Менің каналыма қош келдіңіздер. Каналға міндетті түрде тіркеліп алыңыздар. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ал бүгін бірге королевский деп аталатын ерекше дәмді тортты дайындайтын боламыз. Торттың сыртын креммен түзу етіп қаптауды да үйренеміз. Бізге қажет ингредиенттер: жұмыртқа, қант, сұйық май, сүт, ұн және қопсытқыш, 3 түрлі салма, грек жаңғағы, какао, көкнәр. Осындай іші құрғақ ыдыстар қажет болады, миксер және міндетті түрде таразы. Ең алдымен жұмыртқаны ағы мен сарысына ажыратамыз. Ыдыстарымыз, миксердің венчиктері, жұмыртқаның сырты, тіпті жұмыртқаны жаратын пышағымыз да құрғақ, майсыз болуы міндетті. Келесі кезекте ұнымызға қопсытқыш қосып араластырамыз. Жұмыртқаның ағына шым-шым тұз қосып миксерлеуді бастаймыз. Осындай ірі көпіршіктер пайда болғанда қантты біртіндеп себелеп қосамыз. Қантты толығымен қосып болғаннан кейін ғана миксердің жылдамдығын біртіндеп арттырамыз. Жылдамдықты арттыруды бастаймыз. Формасын ұстайтын, ыдыс аударғанда ағып кетпейтін меренга жағдайына жеткіземіз. Оған қол миксерімен 4-5 минут уақыт кетеді. Енді жұмыртқаның сарысына сұйық май мен сүтімізді қосып мұқият араластырамыз. Миксермен немесе венчикпен араластырсаңыз болады. Екі массаны біріктіреміз. Силиконды күрекшенің көмегімен жоғарыдан төменге қарай араластырамыз. Ұзақ уақыт араластырмаңыз, масса басылып қалмауы керек. Ұнымыздың барлығын бірден қоспаймыз. 3-ке бөліп, електен өткізіп, жоғарыдан төменге қарай араластырамыз. Массамыз өзінің үлпілдей қалпын сақтап қалуы керек. Теңдей 3-ке бөлу үшін өлшеп аламыз. Менде 648 грамм шықты, 3-ке бөлеміз, 216 граммнан болады. Үш ыдысымызға 3 түрлі салманы қосамыз. Қаласаңыз, какаоның орнына қара өрікті немесе сары өрікті майдалап кесіп қоссаңыз болады. Какаоны міндетті түрде електен өткіземіз. Оның қамырға араласуы оңай болу үшін 1 ас қасық сүт қостым. Жоғарыдан төменге қарай массаны басып алмай араластырамыз. Мен қолданатын рецепт 21 см корждарға есептелген. Видеоның астына басқа диаметрлерге есептелген рецептіні де жазып өтемін. Егер противенге сыйса, 1-2 коржды пісіруге болады. Корждарыңыздың диаметрі үлкенірек болса, 1-1 пісіруге тура келеді. 165-170 градуста 22-25 минут пісіреміз. Осындай 2 корж пісіп шықты. Піскенін ағаш таяқшамен тексереміз. Таяқшамыз құрғақ болып шығуы керек. Корждарды 5 минут суытып, формасын ажыратып, пакетке салып қоямын. Сонда корждың бетіндегі қабығы оңай алынады. Корждың беткі қабығын алуға кеңес беремін.
сонда крем жақсы сіңеді және де кескенде разрез әдемі болады. Ең алдымен құрамында ауыр ингредиенттері бар корждарды пісіріп алдым, яғни какао қосылған корж және грек жаңғағы қосылған корж. Соңғы кезекте көкнәр қосылған коржды пісіріп алдық. Корждардың беткі қабығын қасықтың көмегімен оңай алып тастауға болады. Крем дайындауды бастаймыз. Тоңазытқыштан шыққан суық творожный сыр және қант ұнтағын мұқият миксерлейміз. Үстіне суық клегей қосамыз. Біркелкі тығыз формасын ұстайтын крем болғанша миксердің жылдамдығын біртіндеп артырып миксерлейміз. Бастапқыда масса сұйық болады, 2-3 минут миксерлеу қажет. Миксерлеу кезінде кремге артық ауа енеді, сол себепті силиконды күрекшенің көмегімен араластырып аламыз. Тортымызды жинаймыз, подложкаға аз ғана крем жағамыз. Осындай ацетатты пленканы қолданамын. Оны қолдану міндетті емес, алайда өте ыңғайлы. Мен 21 сантиметрлік торт дайындаймын. Кремнің жалпы салмағы 615 грамм шықты. Ең астына грек жаңғағы қосылған коржды саламыз. Үстіне 250 грамм крем қолданамыз. Торттың ылғалды болғанын жақсы көрсеңіз, пропитка жасасаңыз болады. Келесі кезекте какао қосылған коржды орналастырамыз. Үстіне 250 грамм крем қолданамыз. Пропитка ретінде сүт немесе қант қосылған сүт немесе қойылтылған сүтке ыстық қайнаған суды қосып, оны суытып, кейін корждардың үстіне жақсаңыз болады. Қалған кремді үшінші корждың үстіне жағамыз. Байқасаңыз, екі астыңғы коржды беткі бетін жоғары қаратып орналастырдым, ал соңғы коржды артқы бетін жоғары қаратып орналастырдым. Тортымыздың бетін ауа өтпейтіндей етіп жауып, 6-8 сағатқа немесе бір түнге тоңазытқышқа жібереміз. Торттың сыртын қаптауға бөлек крем дайындаймыз. Бұл жерде творожный сыр және електен өткізілген қант ұнтағы. Суық клегейді қосамыз, тығыз крем болғанша миксерлейміз. Дайын болған тығыз кремге 10-15 грамм көкнәр қосып, тағы да араластырамыз. Торттың сыртын қаптауға арналған креміміз дайын. Осындай кондитерлік қапқа салып алсаңыз, өте ыңғайлы болады. Тортымыз бір түн тоңазытқышта тұрды. Тортты креммен біркелкі етіп қаптау үшін осындай горизонталь жолақтар жасаймыз. Соңғы кезде осы королевский торттың көкнәр қосылған креммен қаптау сәнде. Енді жолақтарды осындай лопатканың көмегімен төменнен жоғары қарай тегістеп аламыз. Осындай пластик шпатель немесе металдан жасалған шпатель қолдансаңыз болады. Шпательді тік ұстап, тортымызды айналдырамыз. Шпательді қатты баспаймыз, кремді қырмаймыз, түзелуге тырысамыз. Ең алдымен торттың шетін түзелуге тырысамыз. Ең соңында беткі бөлігін түзелейміз. Тортыңыздың тегіс қапталуының бірден-бір кепілі бастапқыда тегіс жиналған торт және тығыз крем.
Подложканың шетін суланған қағаз сүлгімен тазалап алдым. Ыстық енді қайнаған суға лопатканы салдым. Шамамен 30 секунд өте ыстық суда тұрған лопатканы құрғатып алып, осылай торттың бетін түзулеп тегістеп шықтым. Тортты қалауыңызша сәндеңіз. Тортқа жартылай шоколадные подтеки жасап, үстіне жидектер орналастырған өте әдемі. Аз ғана посыпка қосуға болады. Өте әдемі, ерекше дәмді тортымыз дайын болды. Дастарханыңыздың сәніне айналатын, үлкені мен кішісіне барлығына ұнайтын королевский торт. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Жақсылықта, амандықта жүздескенше.